Қазақша аудио кітаптар дейтін YouTube-та канал аштым. Бұл 2016 жылы ашылды. Бұл бұлай болған, ол кезде Instagram 15 секундтық формат болды, сторисі. Instagramға кірем, 15 секундта бір осылай жүргізіп отырғанымда бір орысша аудио кітапты естіп қалам. Күшті, кәдімгідей. Әртүрлі тонға түсіріп оқитын, ол келіп есік қаққанда дегенде ар жақта 3D немен звуктармен есік қағылатын, жауын жауғанда жауынның дыбыстары естілетін, найзағайдың күннің күркіреуі деген секілді. Соның бәрін естіп, мынау не деген ғаламат дүние дедім де, әрі қарай іздеп бастадым. Сосын біздің қазақша аудио кітаптарға кірдім, тыңдадым. Барлығы бір ол кезде әжем айтқан қара кемпірдің баласы едік деп басталатын тонмен, кітап біткенше осы тонмен оқып шықты. Бүкіл кітапты, бүкіл эмоциясы қатты бермейтін. Біздер Жансай екеуміз 1916 жылы кездестіп, сол күні үйлендік деген секілді дәл осындай тонмен кітаптың соңы осылай бітетін. Ортасы ойнатпайды, эмоция берілмейді. Мен басқа орысша аудио кітап тыңдаған кезде қатты сондай эмоцияларға қызықтым. Сосын біздің ол кездегі сайттарымызда қазақша кітаптар болды, аудио кітаптар. Ол кезде сайтқа кіру керек, 2016 жылғы тіркелу керек. Ол кезде YouTube-та қазақша аудио кітаптар дейтін бірде-бір арна жоқ. Бірде-бір арна жоқ, былай тұрсын, бірде-бір қазақша аудио кітап жоқ кез. Енді біздің әлем YouTube-қа енді келіп жатқан кезі ғой. Соны көрдім да, сол оқулықты көрдім, мынаны неге мен толтырмай, мен толтырмасам кім толтырады, мен істемесем кім істемейді деген секілді манағы интуициямен оянып осы дүниені бастадық қой. Бұл сол 2016 жылы. Содан манағы іздедім, орысша аудио кітаптардан қарайын, көрейін қалай істейді, сабақ алайық деген секілді. Орысша, сосын аудиобук деп жаздым YouTube-қа. Ол бірінші аудиокниги деп жазсам, 1000 шықты, аудиобук деп жазып едім, 10000 шықты деген секілді. Оларды аңып кеткен, оларды зерттесем, жаңағындай рөлде келе жатып та кітап тыңдай береді екен, аудио кітапты. Үйде тамақ пісіріп жатып та қосып қояды екен, аудиосын тыңдай береді екен. Біз енді біздің дүниемізде тек ашып оқу ғой кітапты былай. Бірақ қайткенде де олар амалын жасап жатыр. Кітапты таным алып жатыр, біліп жатыр, білім ізденіп жатыр. Әшейін музыка тыңдап жатқан жоқ, аудио кітап тыңдап жатыр. Көлік айдап келе жатса да, ас үйде болса да, үй жинап жатса да, сол кітаппен өмір сүріп жатыр. Осыны неге қазаққа бермеске дедім де, сол кітап аштым, аудио кітап, қазақша аудио кітаптар деген алған, сонымен сала бердім. Ең алғашқы Ілияс Есенберлиннің Ғашықтар дейтін дүниесі бұрын өзіме қатты ұнайтын кітаптардың бірі еді. Соны оқыдым. Содан кейін Ғабит Мүсіреповтің кітабы, Бердібек Соқпақбаевтың Балалық шаққа саяхат, тағы қандай көп бірнеше шығарма. Қайырсыз жұма, Төлен Әбдіктің. Сосын Мұхтар Мағауиннің шығармалары ішінде болды. Кім авторы есіме түспей тұрған қарашы. Қабанбай Батыр деген туындыны оқыдық. Кішкентай балаларға арналған, жас көрермендерге арналған. Сөйтсем бір 100-дің үстінде аудио кітапты дыбыстап тастаппыз. 100-дің үстінде. Қанша бет ол? Енді бір кітаптың өзі, Ілияс Есенберлиннің өзі 360 бет па сондай болу керек. 360 бет. Оны оқуға менде бір жарты жыл уақыт кетті. Оқисың оны. Арасында оқып жатып демаласың, су ішесің, енді тамағың бітіп қалады ғой. Су ішесің, оны жаңаның бәрін қайттан кесесің, жалғайсың бір-біріне. Астына фон қоясың. Соның барлығы бір қыруар дүние, қып-қызыл дүние. Сөйтіп 6 айда біріншісін шығарып бастадым. Бір алғашқы бір 6-7 бөлім дайындап қойдым. Жалпы 12 бөлімнен әр бөлімі 30 минуттан тұрады. Әр бөлімі 30 минуттық енді бір нәрсені оқу. Біз енді бір минуттық зікітін оқыған кезде кейде ептігіп, ынтығып сөйтіп қаламыз ғой. 30 минуттық кітапты оқу, ол былай қарап отырсаң үлкен бір дүниені, шыдамдылықты, табандылықты қажет етеді. Сон секілді 100-дің үстінде аудио кітапты дыбыстағам. Ол үшін бір қазақтан бір теңге алып көрген жоқпын. Барлығы сол еліміз үшін тегін болса екен, ашық болса екен, доступны болса екен, бір кітапты тыңдау үшін біздің елдің азаматтары бірдеңеге кіріп, сайтқа кіріп, тіркеліп, одан жағы ин жазып сөйтіп қиналмаса екен, тек YouTube-қа кірсін де басып тыңдай берсе екен деген ниетте. Содан Telegram арналарында әртүрлі қазір каналдар бар ғой, сол жақтан админдер шықты, біз сіздің оқыған кітабыңызды алып таратсақ, мархабат, таратыңдар. Ел тыңдасын, білсін, өссін, тыңдасын, сол тыңдау үшін адамзатқа ана тіл оқылған кітаптар деп сөйтіп. Құдайға шүкір, бүгінде 35900 оқырманы бар. Қазір мен ол каналмен айналыспағаныма 2 жылдан астам уақыт болды.
101 минут болып жазылады, оның бәрін тыңдап отырасың, жаңағы деп түкірік жұтатын сәттер болады, ауа жұтатын сәттер болады ғой, тоқтамай оқығанда адамбыз ғой. Соның бәрін тыңдап отырып, кесіп, монтаждап звуктың бәрін, оған фондарын қойып, қай жерде эмоция қосу керек. Манағы мен кейбір жерлерде эмоция қоспай оқып жіберетін кезім болады ғой. Соны тоқтап, мына жерді мен қайта оқуым керек деп кітаптың бетін ашып, осы жерге эмоцияны беріп қайта оқып. Сондай сәттер ғой барлығы. Бірақ соның ел тыңдағанын көріп, әйтеуір біреуі 280 мың просмотр, біреуі жай 1000 просмотр, біреу 2000 просмотр, біреу 100 мың просмотр деген секілді әрқайсысы әртүрлі өзінің несі бар, қаралымы бар. Қаралымын көріп, әйтеуір ел кәдесіне жарап жатса жарар. Менің мақсатым сол болды. Әу бастағы негізгі мақсатым сол болды. Пайда табу емес, атақ шығару емес. Атақ шығаратын болсақ, басқа не бір түрлі хайптарды түсіріп, оны монтаждап, қолымнан келеді ғой барлығында, дыбыстап, үйтіп шығарып жүруге болатын еді. Бұл жерде мақсат атақ шығару емес, ақша табу емес, бұл жерде елге бір кәдесіне жарайтын дүние беру болды. Сол мақсатыма жеттім деп ойлаймын өзім бүгінде. Қызық болады ғой өзі, енді жаңағындай айтасың жан-жағын, отырасың, шай ішесің, не істеп жүрсің? Мен аудио кітаппен алып жүрмін. Қандай осындай? Не пайдасы бар саған? Маған түк пайдасы жоқ. Қалай нан табасың? Нанды басқа жолдан табамын, басқа жақтан тағы бір заказдар шығады, бірдеңе түсіріп беремін, үйтем, бірдеңе монтаждап беремін, сөйтіп ақша табамын. Сонымен анау менің хоббиім деп. Енді ол хоббиді неге бір дұрыстап ары қарай жандандырмасқа? Жақсы, керемет, жандандырайық. Қаржылай қолдаңыз. Қолыңыздан не келеді? 10 мың теңге беріңіз, 100 мың теңге беріңіз деп неше түрлі адамға айтып көрдім осыны. Кәсіпкерлерге барып 1 миллион теңге берсеңіз, осындай сіздің атыңыздан мынандай кітап шығарайын деген секілді да, сіздің неңізді белгілеп тұрды. Бір қолдаған бір дос жігіттерім болды, достарым. Шынайы қолдап, былай сенің азаматтығыңа деп, оқылған кітапқа да ол жігіттерге қызық емес, ол жігіттерге қандай кітап оқитыным да қызық емес, ол азаматтығым сыйлап, құрметтеп берген бір-екі азаматтар болды. Былай негізінен алыс кәсіпкерлерге барып осылай айтқан кезде оның бізге не керегі бар деген секілді, оның дәл қазір менде болмай тұр деген әртүрлі сылтаулар естідім да, содан көңілім қайтып кетті. Содан кейін біреуге барып маған спонсор болшы, қаражат бөлші деп айтуға бір намыстандым шынымды айтайын. Оның өзі бар ғой, менің ойымша бір сала секілді. Бізде осындай контентпен айналысатын адамдардың қасына бір менеджер жүру керек, ұялмайтын, бетпақ баратын. Міне бізде мынандай жігіт бар. Осы контентпен айналысады. Осы жерге сіздің неңізді, жарнамаңыз саламыз мынандай жеріне деген секілді. Біздер көбінесе өзіміз эфирге шығатын болғасын, өзіміз дыбыстайтын болғасын, сонша құнығып жатыр ма деген секілді, сондай бір өзіміз бір ойлар келіп қалады деп ойлаймын өзім. Осы күнде ойлаймын оны. Сондықтан соған бір арнайы мамандар болса, сондай менеджерлер керек деп ойлаймын бізге көбірек. Осындай контенттердің алға жылжымау себебі бізде менеджерлердің аздығы. Мысалға сенің бар, қанша YouTube'да контенттер түсіретін алаңдар бар, соның барлығына бір менеджерлер керек деп ойлаймын әрқайсысына. Сол кезде саған да пайдалы, менеджерге де пайдалы, кәсіпкерге де пайдалы, елге де пайдалы дүниелер тоқтамайды. Жалғасын табады және дамиды бұл тұрақты түрде. Сондай қажет деп ойлаймын өз басым. Сол қызық болды, соны қостым. Басында жақсы жүрді. Әлі күнге шейін бар бір $300 ма, сондай бір ақша. YouTube монетизациядан. YouTube монетизациядан таза. Енді қарап отырсаңыз, 100 кітап дыбыстағанға $300 монетизациядан түседі деген ақша ешқандай еңбегіңе татымайтын ақша ғой, былай қарағанда. Қай еңбегіңді бағалайсың, оны кіммен қалай бөлісесің, оны қай жерге $300 таптым сол 100 кітап дыбыстағаннан, қысқасы. Ол енді қатты емес. Сосын оның арасында кейбір жаңағы трейді звуктарды алғанда соны авторлық құқықты сіздер бұздыңыз деген секілді кейбір нелеріме, кітаптарыма санамай тастады, сондай нелер болды. Кезеңдер болды сондай. Сол тұстарда бір ағамыздың қолдауымен камера алдым өзім, дрон алдым, жаңағыда профессионалды жақындауды жөн көрдім жалпы осы медиа саласына. Телеарналардан шығып өзім жалпы осылай директ фильмдер түсіру деген секілді бағытқа қарата көштім. Өзімше бірнеше дүниелер жасадым. Енді әркім өзінше жаңағы не ғой, өзінің істеген ісін зор көреді дегендей.
өзімізше шама шарқымыз келгенше жасадық, үйттік бүйттік көрдік, оны да алға тарттық, жақсы дүние беруге тырыстық, жақсы әңгімелер айтуға тырыстық, жақсы насихаттауға тырыстық. Болды, сәттер болды, керемет шыққан. Қуанған кездеріміз де болды. Жасанды интеллектті пайдаланып мультфильм жасау ойымда. Қазір жақсы, сол бұрын саунд дизайнмен жұмыс жасаған. Енді біз монтажға кіргеннен кейін өзіміз ішіне қалай жұмыс жасау керек екенін білеміз. After Effects'пен өте жақсы меңгерген мамандар бар, және After Effects'пен қатар жасанды интеллектті қатар игерген мамандар бар қазір бізде елімізде. Сол жігіттердің бастарын қосып, қазір бір мультфильм жасау жоспары бар менде. Жоспар емес, бұл жоспарды құрып, сценарийін жазып, қазір монтажға кірісіп кеттік. Жігіттер монтаж жасап жатыр. Құдай қаласа, сәтін салса, бірақ бұл да сол интуициялық. Ешқайдан ақша түсіп жатқан жоқ. Өзіміз демеуші, өзіміз жазушы, сценарий өзіміз, автор өзіміз, продюсер өзіміз деген секілді. Жағдай дегенге не жатады? Мысалы, жағдай дегенге тұрмыстық жағдай, сен бала шағаң жақсы болу керек, ішіп жемің тоқ болу керек. Адам хадисте де айтады, адам біз жаңағы байлықты, білімді аштыққа жасырдық дейді. Білімді аштыққа жасырдық, бірақ жұрттың бәрі оны тоқтықтан іздейді дейді. Біздің Абай атамыздың да қара сөздерінде бар. Керемет сөз, мысалдар көп қой. Бірақ мен жаңағындай адам жағдайының бәрі түгенделгенде барып кітап оқиды деген пікірге ешқандай келісе алмайды екенмін. Кітап оқыған адамның бәрі байып кетпеуі де мүмкін. Бірақ тұрақты түрде өзінің мақсаты, мұраты, жолы болатын шығар. Ал бай адамның кітап оқымайды деген не себебі? Кітап мұңдасымыз, кітап бізбен ішіміздегін ақтаратын, ішіміздегі сырымызды, кейбір кітаптарды оқып, біреуге айта алмай жүрген әңгімені оқыған кезде, кітаптан оқып жатқан кезде, осы екен жаңағы кітаптың ішіндегі кейіпкер өзінің ішіндегін біреуге айту арқылы содан опық жейді ғой. Сосын бізде ішіміздегі дүниемізді кейде біреуге айтқымыз келіп жүреді да, соны айтсақ дұрыс па, бұрыс па деп ойланып жүрген кезде, жаңа кейіпкердің орнына өзіңді қойып қалып, әзір ешкім үндемей тіс жармай жүргенім жақсы екен ғой. Осы уақытқа шейін жаңа айтады ғой, сөйлеуді үйрендік, енді сөйлемеуді үйрену керек еді дегендей. Сол секілді соны да бір не істейміз, кітаптан үйренеміз.